Аяқпен там тесіп жатқан мына Мыстан қыздың аты Жаюн, ол 8 жасында адам өлтіре бастайды. Зат біткенді ұсақтап бөлшектеп қайтадан қалауынша құрастырады. Оның IQ деңгейі 318-ге жетеді. Экранда құбылған карталардың орнын компьютерден тез табады. Оның сезіну қабілеті тіптен ерекше, көзі байланса да зымыраған жебені ауада тоқтата алады. Доктор Бак оны қаншер етіп тәрбиелеу үшін сансыз қатыгез сынақтар жасап қинаумен жаттықтырады. Ақырында ол доктор Бак мақтан тұтатын шедеврге айналды. Алайда Жаюн қаншер құбжық болғысы келмейді. Ол орайын тауып жасырын қашып шығып ауылдағы фермаға жетіп есінен танып қалады. Ферманың иесі оны дер кезінде байқап қалып құтқарып алады. Бірақ ауыр бас жарақатынан Жаюн барлық өткен кеткен өмірін ұмытады. Мейірімді ерлі зайыпты фермерлер оны өз қыздарындай аялап өсіреді. Жаюн бала кезінен пысық қыз болады. Есейе келе әкесінің жұмысына көмектесе бастайды. Бірақ экономиканың құлдырауынан сиыр етінің бағасы арзандайды. Екі сиырға қарап отырған бұлардың басына күн түседі. Күндердің бір күні Жаюн талант шоуының жарнамасын көріп қалады. Чемпионға $500,000 сыйақы беріледі екен. Үйінің қиыншылығын шешу үшін жақын досының өтірік мақтауымен Жаюн көзі бақырайып отырып жарысқа қатысады. Түрі онша болмаса да керемет дауысы мен әншілік қабілетінің арқасында көрермендерді баурап алады. Жүргізуші өнер көрсетуін талап еткенде өзіне дауыс жинау үшін Жаюн қолындағы микрофонды ауада қалықтатып тұрғызады. Барлығының аузы аңқиып орындарынан тұрып кетеді. Осылайша жоғары ұпаймен финалға жолдама алады. Дегенмен бағдарламаны көрген ата-аналары бір-біріне қобалжи қарасады. Олар бұл қыздың бойында супер күш бар екенін, жай адам болмағанын біледі. Телешоу қызына пәле бола ма деп қорқады. Ата-анасының алаңдауы орынсыз емес еді. Көп ұзамай қауіп төнеді. Бұл күні Жаюн финалға қатысу үшін құрбысын ертіп поездбен жолға шығады. Бөгде жігіт қастарына келіп қылжақтай бастайды. Мұндай сыпайы кісіні көрсем көзім шықсын. Кеудесімен соғып өтіп кешірім сұрағанның орнына шапалақ салмақшы. Қайдан білсін қыздай боянған бұл баланың шын мәнінде қаншер киллер болып шығатынын. Жігіт оны тамға жабыстырды да қолын бір бұрап қалып еді. Ағамыз аталарының жанына кетті. Содан кейін ол мәйітті тауық сияқты көтерді де поездың есігінен қоқыс лақтырғандай лақтырып жіберді. Бұл жігіт жай адам емес еді. Нағыз супер киллердің бірі болатын. Жігіттің аты Агуй. Ол бір тылсым ұйымның мүшесі еді. Биология маманы доктор Бак осы ұйымның жетекшісі еді. Ол балаларға эксперимент жасау арқылы бір топ супер киллер өсіреді. Осылардың бірі болған Агуйдың дәрежесі ең жоғарғы әс деңгейіне жеткен еді. Ол кез келген нысанды өз қалауынша басқара алады. Тек ойына сүйеніп қарсы жақты мылтықпен өзін атқыза алады. Ал оның Жаюнға жақындауына Жаюнның телешоудағы өнер көрсетуін доктор Бактың көріп қалуы себеп болған еді. Доктор Бак бұл қыздың 10 жыл бұрын қашып кеткен қыз екенін сезіп Агуйды тексеруге жібереді. Бірақ Агуй қанша тырысса да алдындағы бұл қыз оның айтқанын түсінбеске салып отырды. Тіптен тосын шабуыл жасаса да Жаюн міз бақпай отыра берді. Көз жасы көл болған қызға айналасындағылар көмектесе бастаған соң Агуйдың табанын жалтыратудан басқа амалы қалмады. Қырсық істер бірінен соң бірі шыға бастады. Жарыстан соң Жаюн досымен жол шетінде такси күтіп тұр еді. Кенет олардың алдына екі көлік келіп тоқтады да, костюм киген бір топ адам атылып түсті. Тыртық бет біреуі өзінің делдалдық компаниядан екенін және Жаюнды жұмысқа тартатынын айтып көлікке шақырады. Бірақ ол Жаюнның сөзге көнбесін байқап нөкерлерін екеуін қоршауға бұйырады. Жағдайдың мәз емес екенін көрген досы Жаюнның қолынан ұстайды да қаша жөнеледі. Олар бір таксиді тоқтатып мінеді де қауіптен құтылып кетеді. Үйге бара жатқан пойызда Жаюн терезеге қарап, басына үлкен пәле жабысқанын сезгендей болады. Айтқандай үйге келе жатқанда оның алдынан тағы да Агуй шығады. 어찌됐건 집에 빨리 가보는 게 좋을 거야. They're pretty old, huh? It wouldn't be so strange if they just died. 뭐? 빨리 서두르라고. You better get home. Speed. Жаюн досына айғайлап жан ұшыра үйіне қарай жүгіре жөнелді. Үйінің алдына келсе үйдің іші мүлдем қараңғы екен. Асығыс ішке жүгіріп кірсе әкесі үйде досымен шахмат ойнап отыр екен. Сөйтсе үйде тоғы өшіп қалған екен. Жайдан жай қорыққанын білген соң Жаюнның көңілі орнына түскендей болды. Бірақ қырсық басқан Жаюнның сол түні басы жарылардай ауырып төсегінде аунақшып ұйықтай алмайды.
Үйге біреудің кіріп келе жатқанын сезеді де, атып тұрып, бөлмеден шығады. Есікке жеткені сол екен, басына мылтық тіреледі. Жан-жағына қараса, досының мойнына біреу пышақ кезеп тұр екен. Келген адам күндіз кездескен тыртық бет екен. Ол өзінің тыртығын көрсетіп, осының бәрін қылған Жаюн сенсің деп қабақ шытады. Бірақ ескі өмірін ұмытып кеткен Жаюн байқұсшыларман болып, олардың іздеген адамы өз емес екенін айтып жалынады. Тыртық бет оның мойындамағанын көріп, қол астындағыларға досының тамағын пышақпен кесуді бұйырады. Ең жақын досының өміріне қауіп төнгенін көрген Жаюн ашуға мінеді. Көзді ашып жұмғанша барлық гангстерлер өлім құшады. Есін жиған Жаюн шошып кетіп, қолындағы мылтығын тастай салады. Ал бір шетте тұрған досы бұл көріністі көріп ес ақылдан кетіп қалады. Ол Жаюнға құбыжықты көргендей қорқа қарайды да дірілдеп артқа шегінеді. Дәл осы сәтте Агуй кенеттен шапалақ соғып үйге кіріп келеді, Жаюнның шын жүзін ашқанына қуанады. Ол Жаюнның өзімен бірге ұйымға қайтуын сұрайды. Болмаса үйде тірі жан қалдырмайтынын айтады. Ата-анасы мен досының амандығы үшін әрі өзінің нағыз кім екенін білу үшін Жаюнның олардың айтқанына көніп бірге кетуден басқа шарасы қалмайды. Жаюн амалсыздан Агуймен бірге ұйымға қайтады. Сүйікті шәкіртінің қайтып оралғанына доктор Бак қатты қуанады. Ол Жаюнның денесіне ең жаңа шыққан тәжірибелік дәріні енгізуді бұйырады. Дәрінің күшімен Жаюнның жоғалған естеліктері бірден ойына оралады. Аздап қиналыстан кейін, жады қалпына келген Жаюнның жүзінде қорқынышты күлкі пайда болады. Бұны көрген доктор Бактың шошығаннан жүзі де ағарып, шашы да ағарып кетеді. Міне нағыз қызық енді ғана басталған еді. Жаюн өз ой күшін пайдаланып зертханадағы құрал жабдықтардың быт-шытын шығарады. Қарауыл есін жиып қараса, Жаюн орнында жоқ. Қайда деп болғанша Жаюн елес сияқты оның артында күліп тұрады. Қарауылды бір шапалақпен о дүниеге аттандырған Жаюн оның басын мыжып күліп қылады. Сосын Жаюн қарауылдың тапаншасын алып, алдындағы айнаға 3 рет оқ атады. Атқан оқтың айнада тек сызат, із қалтырғанын көрген Жаюн айнаға үңіле түседі. Ол доктор Бактың айнаның арғы жағында тұрғанын біліп, шоудың енді басталғанын күлкісімен білдіреді. Ауа өткізбейтін экспериментті камерадағы Жаюн қою түтіннің арасына сіңіп жоғалып кетеді. Доктор Бак есін жиғанша Жаюн оның артына келіп үлгерген еді. Ал осыдан кейінгі жағдай доктор Бактың түсіне де кіріп шықпаған шығар. Шындығында Жаюн мүлдем есін жоғалтпаған. Ол ұйымнан қашқан сәтте бәрін жоспарлап үлгерген. Ол ертемен өзінің жасырынатын жерін таңдап фермадағы баласыз, ерлі-зайыптыларды нысанаға алған. Шалғайдағы ауылда 10 жыл азап шеккен Жаюн өкінішке орай жазылмайтын ауруға шалдығады. Дәрігер оған ең көбі 1 ай ғана өмірі қалғанын айтады. Ол өзін тек доктор Бактың дәрісі ғана құтқара алатынын біліп, әдейі шоуға қатынасып өзінің қабілетін көрсетеді. Пойызда Агуйдың пайда болғанын көргенде, ол жоспарының сәтті болғанын біледі. Ал доктор Бак Жаюнды өзінің іздеп таппағанын, қайта Жаюнның оны іздеп тапқанын енді біледі. Дәріні көбірек алу үшін Жаюн доктор Бактың аяғынан атып тастайды. Сосын оны сүйреп жүріп дәрі сақталатын бөлмені іздейді. Осы сәтте кенет бүйірден біреу жұдырықпен бірді қойып Жаюнды ұрып жығады. Сөйтсе Агуй екен. Ол екеуі де әс деңгейдегі киллер болса да, олардың айырмашылығы жер мен көктей еді. 계세요?
Жаюн Агуйды көкала қойдай етіп сабап тастады. Жаюн енді Агуйды атып өлтірмекші болғанда кенеттен ұйымның тағы бір мүшесі Цой мырза пайда болды. Доктор Бак әкесін көргендей қуанып Цой мырзадан өзін құтқаруды сұрады. Бірақ Цой мырза оны бір оқпен жаһаннамға жіберді. Әсілінде Цой мырза баяғыдан бастық орынға қызығып жүр екен. Бірақ ол өзіне тым көп алып қойған сияқты. Жаюн жай ғана екі бұрап оның көзін құртты. Осы кезде Жаюнның артында мылтығы бар Агуй пайда болды. Бірақ Жаюн оны кісімсің деген жоқ. Ол Агуйдың денесін өз ойымен меңгеріп алды. Осы кезде барып Агуй өзінің Жаюнның алдында бопай екенін түсініп жетті. Жаюн соңында Агуйды бір оқпен жолға салды. Бәрін қырып тастаған Жаюн лабораторияда қалған азғантай дәріні алып кетті. Бұл дәрілер оның өмір сүруіне жетпейтіні анық. Ол дәрілерді аурухана төсегінде жатқан анасына апарып берді. Ол асырап алған ата-анасының 10 жылда жасаған жақсылығын ұмыта алмайтыны анық. Отбасын қауіп-қатерден аулақ ұстау үшін ол алысқа жалғыз сапар шекті. 3 аптадан кейін теңіз жағасындағы жеке үйде бір әйел ұйым мүшелерінің профильдерін парақтап отырды. Кенет оның алдынан Жаюн шыға келді. Әйел басын көтеріп еді, түрі доктор Бактан мүлдем аумайды екен. Әсілінде ол доктор Бактың егіз сіңілісі және ұйымның нағыз құпия боссы еді. Жаюн одан тіптен көп дәрі беруін сұрап қорқыта бастағанда, ақ киімді бір қыз оның қасына пайда болды. Оның күші Жаюннан кем түспейтіні көрініп тұр. Қарағанда Жаюн жалғыз Мыстан қыз емес сияқты. Осы кезде теңіздегі оқшау бір аралда тағы бір қорқынышты Мыстан қыз оянды. Ендеше жаңа ұрпақ Мыстан қыздар қаншалықты күшті болатынын асыға күтейік.